это язык, который мы слышим вокруг себя с самого раннего детства. Именно мама и папа, бабушка и дедушка привили мне любовь к казахским народным сказкам, песням. Я считаю, что тот, кто уважает свой родной язык, является культурным человеком. В жизни каждого, неважно, ребенок он или взрослый, большую роль играет слово. Родной язык – это символ родного дома и тепло домашнего очага. Мой родной язык, которым я очень горжусь, это казахский язык. Мен туған тілімді мақтан етемін. Біз отбасымызбен туған тілімізді құрметтейміз. Ана тілін құрметтемеген адам өз елін, жұртын сүйе алмайды. Ана тіліміз ана сүтімен бірге еніп, атадан балаға мирас болып келген бағасы жетпес мұрамыз. Қазақ тілі өте әдемі, көркем әдебиет тілі. Қазақ тілімен бүкіл мәселені шешіп айтуға болады. Сондықтан сұрайтыным жастардан қазақ тілін жақсы оқып, үлгеріңдер. Еліміздің тілі жасай берсін. Дегімнің жасқана тамған жерім ауылым, шабытымның асқары самғаушы еді ауылым. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан арқалан. Сенде бір қырпыш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да, қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. А как мне передать неиссякаемую любовь к родному языку? Какими словами выразить ту безграничную благодарность, которая наполняет мое маленькое сердце? С детства меня учили любить и лелеять родной язык. На этом языке я познаю мир, открываю для себя все новое и новое. На этом языке я выступал во многих конкурсах и побеждал не раз. Мой язык был и остается моей твердой опорой. Мой язык – это моя немеркнущая звезда, указывающая верный путь к великим, благим делам во имя любимого народа.